Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Бекіш достар. Бүгін біз жаңадан выживание бастамақшымыз, яғни выживание летсплейді. Жаңа арна аштым, мінекей. Енді өйстіп түсіріп бастаймын достар жаңа арнада. Негізінен менің ойымша бұл арнада негізінен веб камерамен түсіру керек болады. Негізінен мен қазір түнде түсіріп жатқандықтан және де қолайсыз уақыт болып жатқандықтан вебкаммен түсіре алмадым. Және де мен жалғыз түсірмеуім керекпін. Бұл жерде мен қасымда Сако болу керек болған. Бірақ мен Сакосын мінекей өзім бастай берейін деп шештім. Так, мына жерден заттардың барлығын алып тастайын. То есть немелерді листва ма сондайларды. Так, бірінші выживание достарым. Көп адам түсірмейді қазір Қазақстанда. Енді түсіріп жатқан шығар, әйтеуір Арманиді білем. Енді соларға қарап мінекей мен де бастап отырмын. Енді мен жалғыз бастамаймын бұны. Менің қасымда Сағынай, Сако болу керек. Біздің арнамыз достар описаниеде болады. Негізінен бұл менің арнамнан, яғни Бекіш деген менің өзім арнамнан келіп тұрған адамдар енді көреді шығар. Так, менің қолымда 44 штук мінекей жиналды. Енді мен қайда барамын, мінекей мына жаққа барайын. Лучше әзірге достар мен 1.14.4 версиясын ойнап отырмын. Жаңадан 1.15 шыққан болатын, бірақ Optifine жоқ. Optifine шықсын достар, сол версияға официально көшетін боламыз. Мен негізінен мына жақтарда тұрғым келмейді. Ол мінекей жидектер тауылын, яғни жидек болды. Жоғына жидек емес пе не? Ой, қасқа. Жидек негізінен осы жерде көп кездеседі достар. Так, не айтсам болады. Біз қандай жерге келіп жатырық өзі. Мынаның бәрін көйтіп қояйық, то есть кішкене көйтейік. Чанк абнайт етілсін. Таудың тастың арасында тұруға достар желание жоқ. Андай тегіс жер болса өте керемет болар еді. Енді жарайды. Мына жерден мінекей мынаны сындырайық. Достар, негізінен мен бұлай көп Майнкрафт ойнай бермеймін. Бет алдым, яғни сіздер үшін видео түсіру үшін қазақ ютубында яғни бақылап қарап жүрмін. Ешкім выживание бет алдым түсіре бермейді да. Орыс ютуберлердің көбісі түсіреді, көбісі қарайды, ал бұлай выживание ешкім қарамайды. Енді алдағы уақытта достар көптеген механизм анау-мынауларды салатын боламын өзім. Так, мен осы жерде тұра тұрайыншы, ағаш ала бермей. Короче, механизмдерді салуға тырысамын. Өзіме біраз болды выживание ойнамағалы. То есть алдында бір рет ойнадым, өтірік ойнадым, ол кезде былай мән берген жоқпын. Енді осы жолы достар официально мінекей видео түсіріп, яғни ойнайтын болам. Официально деген сөз зорға айттым ғой. Ендігі достар, так, мына жерде мен кирка алды ұмытып кеттім ғой. Негізінен анандай қой-мойларды керек еді. Қой. Короче, қудыртпа. Так. Яғни ешқандай мен жануарлар көріп тұрған жоқпын мына жерде. Бірақ мына жердің көрінісі әдемі екен да. Шейдер достар өте әдемі, өте керемет. Мінекей судың асты вообще топовый екен. Кішкене видеомның качествосы жақсы болсын деп мінекей осындай шейдермен ойнап отырмын. Және де алдағы уақытта достар микрофон келеді. Микрофон болса вообще топовый болады. Микрофонды күтсеңіздер, әрине лайк басыңыздар деймін. Сіздер енді білмеймін, сіздер күтпей жатырсыздар, мен өзім қатты күтіп жүрмін достар. Микрофон маған өте керек. Өйткені мен қазір яғни наушниктің микрофонмен сөйлеп, яғни сол арқылы жазып отырмын. Так, мына жерде угілдерді алайын. Угіл кішкене көп болса жақсы болар еді. Так, 6 штук. Так, камень алайық та. Қойлар жоқ па екен өзі? Мен андай жер тұрмаймын, по идее. Таудан асып, яғни қызықты приключениялар болсын. Приключениялар деген қалай еді? Яғни қазақшасын білмеймін ол сөздің. Яғни қалай айтады? Короче, көп миымды жұмсаң келмейді ондай сөздерге. Так, мына жақтан түсіп, ары қарай барайық. Бұл арнада достар тек қана выживание емес, Майнкрафтқа өте керемет видеолар шығады. Мен жалғыз түсірмеймін. Жаңа айтып кеткендей, бұл жерде 2 адам яғни жұмыс істейді, яғни мен және де Сағынай деген бала.
Сағынайдың арнасын тіркеліңіздер, ол Free Fire'дан видео түсіреді, ал мен официальный Майнкрафтермін. Негізінде Майнкрафт көп ойнай бермеймін, соның өзінде де әйтеуір видео түсіріп қоямын анда-санда. Алдағы уақытта көптеген жоспарлар бар. Енді жоспар оғанда қызықты заттар болады алдағы уақытта. Ол жағын сіздерге мағынасын айтпаймын. Кейін көрер жатарсыздар. Іс жүзінде дәлелдеп отқан кезде мінекей осы менің жоспарларым алдында айтып едім дегендей әңгімелер кетеді. Так мен андай березовый, қалай айтсам болады, березовый биомнан шықтым ғой. Блин, ағаштар жек көрем, берез бәрі аппақ. Так, ну былай әдемі, но бірақ мына жер слишком болып кетті. Так, вот ана жерде реки дики. И маған жануар керек достар, өлтіріп етін жейтіндей. Достар, жануар дегенмекші, мынаның судың астында балықтар болуы мүмкін. Бағана мен көрдім балықтарды, бірақ өлтірмедім. Ал мен оны білмедім. Так, балық көрінбейді ғой. Балықтар где вы? Так, мен 100 метрмін. Шошқан етін жей берейік Майнкрафтта, поху. Шын өмірде жемесек болды. Так, маған қайта сообщение келіп отыр, жарайды. Внимание, обращайте етпей қояйық бұл затқа. Так, шошқан өлтіреміз. Екеуі түсті. Так, мына жерде тағы да екеуі жүр. Қой жоқ та. Алдағы уақытта достар көктем келеді, яғни көктемдік выживание деуге болады бұл. Енді менің основной каналымда 1 жыл бұрын осындай көктемдік выживание шығарған болатын. Бірақ ол кезде не андай мықты просмотр жиналмаған, 100 просмотр, 150, максимально 250-ге дейін жетті ойдым сол выживание. Яғни 400 ба? 400 дейік. Қой. Сразу қуанып кеттім ғой. Так, неге олар әртүрлі түсті, ё-майо. Так, бір ақ и және бір сұр. Мені қараны өлтірейін. Бір қара кереген достар, тағы да бір қара. Қой. Яғни мұны ақты өлтірем. Ақты қара бояй аламын ба мен? Закатты қараңыздар. Малиновый закат дейді бұны. Так, қара түсті маған андай, қалай айтсам болады, 8 аяқ керек. Вот 8 аяқ болса өте керемет болар еді. Ал мен ашпын қазір. Қараңыздар, я голодный. Так, 8 аяқ кездесе жақсы болар еді негізінен бірден. Анда менің достарым емес. Короче, бір немелер жүр, скелеттер жүр. Так, қараңғы өтіп баратыр. Опа, фризо отыр достар. Компьютерім последнее время қататын болыпты достар. Ол үшін істеу керекін білмей жүрмін. Короче, менде екеу. Енді тағы да біреу керек. Блин. Не андай қара гүлді өспейді да. Қой. Кел, бер кел. Өлтірем сені. Мәсің керек. Так, бізге жарық керек, жарық. Зомбилар шықса мен өлем ғой. Так, мына жерге сразу ұйықтай салайын. Спи моя радость. Радость. Так, мынаны алайын. Маған неге андай әдемі жер кездеспей жатыр. Әдемі жер. Вот, мына жер әдемі, бірақ тегіс жері болса вообще топый болушы еді. Так, әзірге уақытша тұрайықшы осы жерде. Мұнда бір жақсы су бар. Суда, яғни 1.13 версиядан бастап суға байланыстырып қойған Майнкрафтты. Енді бұл кішкене мүмкіншілік деуге болады да, судың қасында тұруға болады. Так, мен ана жерден былай немен алайын. Блужникті. Одан печка жасаймыз. Печканы аламыз. Ет дайындаймыз. Пісірілген. Так, ұмытып кеттім, кешірім сұраймын. Так, былай. 6, жақсы 6 жетеді. Енді мына осылай. Так, осылай. Вот, осы екеу жетеді. Мына жерді кішкене қазайық. Кішкене көптеу блужник болған дұрыс деп ойлаймын. Мінеки железо керек. Біреу ғана ма? Ой, облом жасайды ғой. Вот железо деп отқан кезде біреу ғана шығады ғой.
Так. Асықпай жылдам қазайық. Так. Осылай. Вот 27 штук жетеді шығар. Әке етейік. Мына пісіріп қойық тоже. Вот достар, бастама осылай болсын. Осымен аяқтайын бастамасын. Өте қызықсыз бастама білесіздер. Бірақ лайк жинаңыздар достар. Бір 100 лайктай жиналса осы видеоға керемет болып жетеді. 100 емес, 50 дейікші ғана. Тeko 50 лайк жиналса достар өте қуанышты болар едім. Енді әрине сіздер лайктарыңызды аямаңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Бұндай жай ғана выживание шықпайды. Өте керемет қылдырып жүремін алдағы уақытта. Бұл жай ғана бастама, алдағы уақытта өте керемет жағдаяттар болады. Аман сау болыңыздар, сіздермен болған мен Бекіш. Келесі серияны күтейік достар. Давайте.